Назарбаевтың бір кітабы шығыпты. Ол кітабын не қылса масқара. Менің өмірім деген ұялмай қызармай шығарыпты. Сол туралы не айтасыз ол жөнінде? Ол бар ғой 200-лік. Мен оқыған жоқпын. Мен енді былай не жазсын? Бодандықтан бостандыққа дейді. Қайта керісінше бодандықтан бодандыққа тығу. Енді тәрбие ме? 45 жас үлкен. Оның өзі өтірік жазып отыр. Жаңағы Әселге мен ғашық болдым, ұйқымнан айырылдым. Ол Сараға да ғашық болған болатын. Енді анау жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Өкіл ата деген кітабында жазып отырған ол масон десе масон біріншіден, екіншіден кімнің Айсұлтан өзі айтты ғой менің әкем деп. Сондай адамды оның несіне не қыламыз? Ондай адамды тек қана өлтіріп тастау обал. Одан да екі сиыр беріп, жаңағы сүйікті Әселі барса сүйікті Әселі екеуі екі сиырды бағып елге үлгі көрсетсін. Соттың ең жақсысы сол болады. Ол ұялмай қызармай өткенде Болатты Назарбаев қайтыс болған кезде сонда да сөйледі ғой. Халықтың алдында мен ақпын деп сөйлеп сөйледі. Кімнің алдында екен? Халықтың алдында ақпын. Қара деді. Біз оны 91-ші жылы айтқанбыз. Міне екеуміз алаңға шығып 91-ші жылы айтқанбыз. Бірінші хатшылықты тастасын, партбилетін өткізсін. Әйтпесе оны Кремль ұры жасайды, қалтадағы президент жасайды, қуршақ президент жасайды деп. Сол үшін 3 ай түрмесінде көрдім, 22 тәулік жындханасында көрдім, 10 рет сот процесінде көрдім. Айтмұхамбет соңғы неде 21 сот несінде аналарды құтқарып жіберу үшін аналарды жаңағы жала жапқандарды қылмысы дәлелденбеді деп істі қысқартып тастады. Сол кезде ол 10-шы процесс болатын. Жанымқана Тұяқбай деген мен сені соттатам деп соңыма шамалып түстім. Бірақ әділдік әр уақытта жеңеді. Мен оған көзім анық жетеді. Бірақ та енді қазір енді ұйықтап қалмайық. Әділдік жеңеді аға, халықтың барлығын ұйықтап қалмайық қазір. Барлығы ояу, бірақ тұрмайды да. Тәуелсіз қазақ мемлекет құруымыз керек. Ол үшін бірінші кезек ауылды көтеруіміз. Қазақтың тамыры ауылда. Ал ауылды көтеру деген сөз, ана екі сиырды бағыңдар деп кредит алып емес. Сол екі сиырды бағатын жайлымен шабындықты халыққа берсін. Халық еңбек етсін. Сондай мүмкіндік берсін. Қаңғып жастар жаңағы бір күн күзетіп, 2 күн демалып жатқанға емес, ауылға барып жұмыс істесін. Ауылға жұмыс істеу үшін жаңағы жерге мүмкіндік берілсе, жастар қайтар еді ауылға. Рас па бауырларым? Рас па? Жоқ, шындық қой. Екінде бірдей ғой бұларға. Иә. Шындап келгенде. Не айтасыз апа? Сол тек қана ауыл адамдарына еңбек етуге мүмкіндік берсін. Қазір ауылда тек қана шал-шауқандар ғана қалды, жастар жоқ. Жастар бәрі кетіп қалады. Өйткені ауылда ештеңке жоқ. Ауылдағы жердің бәрін алып қойған. Халыққа мүмкіндік жоқ. Біз енді бұрыннан тұрып келе жатқаннан кейін амал жоқ. Менің қолымда қазір 5 баласы менің қызым. Сол қызыма осы шаруашылығымды тапсырған. Енді ол 5 баласын немен асырайтын соған тапсырған. Жерімді алып қойды. Ол малдың бәрін, ол жер болмағаннан кейін біз малды сатуға тура келеді. А малды сатқаннан кейін олар немен көреді? Біз өкіметтен ештеңе сұрап отырған жоқпыз. Тек қана ауыл адамдарына еңбек етуге мүмкіндік берсін. Мүмкіндік берсін. Басқа ештеңе сұрап отырған жоқпыз. Ойбай ақша бер, мен күнімді көре алмай тұрмын деген жоқ қой. Маған мүмкіндік берсін. Жастарға мүмкіндік берсін. Қаладағыларды оңға кім? Қазір мінекей ауылдың адамдары қазір ашылып жатыр. Қазір қымбатшылық та бір жана қысып жатыр. Қымбатшылықты айтудың керегі жоқ. Мынандай бай жерде отырып мынандай қымбатшылық. Әуелі әнеугүні менің бір Өзбекстанда тұратын жаңа жолдас қызым айтты. Олар курстасын. Олар айтады, онды сендерден сатып алып отырмыз дейді. Бірақ бізде нан сендерден әлде қайда арзан дейді. Ал бізде оның өзімізде шығады парадокс. Нанымыз қандай қымбат. Ал көп балалы отбасылар бар, қазір нанға ақша таппай отырған отбасылар бар. Мен қаланы білмеймін, қаланы жетісіп тұрған жоқ. Ауылдың өзінде қазір күн көруге өте қиын отбасылар бар қазір. Нан алып жүруге жағдай жоқ. Олар қалай күн көреді? Сонда не істейміз? Міне сол әділетті жаңа есіме түсіп кетті. Назарбаевтың кітабы дегенде. Көршіміз болған Алматыда тұрғанда. Алмагүл ықшам ауданында тұрдық. Благоустроение 4 бөлмелі, 3-ші қабат. 5-ші подъезде көршіміз болып Шолпан деген келіншек. Бір күні мақтанып келді. Золотой руно не киіп, шуба киіп. Мұндай 4-еу ғана шықты.
біреуі менікі, біреуі саранікі деп. Ертесіне кетті, екі көз шығып кетті. Бұл сендердің киетін неге жып, сонда сол тонды тартып алып кеткеннен кейін енді өзің ойлай бер, Назарбаевтың қандай моральда екендігін. Сонда үш қызы менен қатын кетіп, тонды тартылып алғаттырған кейін. Қарапайым адамнан тонды тартып алған адам халыққа қандай жағдай жасады? Ойлана берсін. Ал енді тарихты білмейтіндігі сондай, мен қазақ мемлекетін. Ал ол тіпті қазақ мемлекетін құрған адам, ол мемлекетті сақтауға тырысу керек қой. Ал ол қиратуға тырысып жатыр. Не қыласың? Өз сөзін өзі. Қалай ұйықтайды екен деймін да? Қаншама халық қарғап жатыр. Қалай айтты екен деймін да, ана сөзді. Қалай айтты? Мен Қазақстанды гүлдендірдім. Әселді ғашық болып ұйқымнан айырылдым қояды. Енді соны әрқалай таңдар деп. Әселді өз сөзіне қарсы шығып жатыр. Әсел 99 жылы бесес Қазақстан болған екен. Ал сонда елді жынды санай ма? Өзі егер кім 2004 болса кім еді? Ана үлкені Тауманы. Тауманы. Өз сөзін өзі сол ненің өзінде жоққа шығарып отыр. Сөйтеді мен үйттім, мен бүйттім. Оған сеніп отырғандардың бәрі есектер. Ал енді мына биліктегі айтып отырмын ғой, билік ішіндегі шірген құмалақтарды, есектерді, мәңгүрттерден тазаламай біздің билік ешқандай жақсылыққа жетпейді. Құрдымға кеткеніміз кеткен. Бір өзгеріс болмаса, құрдымға кеткеніміз кеткен. Қазақ мемлекеті құриды. Тіліміз анау. Енді бауырларым қарап отыр. Олар бірінші антқа қызмет ету керек, билікке емес. Мына жерге кімдің өзі мұны? Антқа қызмет ету керек олар. Ал бұлар билікке қызмет ету. Бұл да біздің жүйені қойгеніміз. Міне таңертеңнен бері күтіп отырмыз мына бір депутатта. Бүкіл адам. Кім деген депутат ол күтіп отқандар? Мұсабаев деген депутат. Самат Мұсабаев дейді. Самат Мұсабаев дейді, қабылдайтын бүгін. Әлі отырмыз міне. Жоқ, қазір сағат 5 болды. 6-ға дейін қабылдау керек, сонда осыншама адамдарды қалай қабылдап үлгереді? Кіріп жатыр. Әлі білмеймін қазір. Кім біледі? Прокуратураға бардық, бүгін ел прокуратура деп ол жерде жүрдік. Адам жоқ, барлық концерт көрді олар. Бүгін торжественно қарамайды. Өнеген ана құқық қорғау комитетіне барып едік, ол бүгін қабылданбайтын күн екен. Шауыр қалды. Сонда бұлар қандай жұмыс жасап отыр, мен таңғаламын. Жылы жерде отырып, соңғы мен ойладым, шіркін-ай, мына жалғын бәрін табандарын тіліп, ауылдағы малға апарып салса, ауылдың қазақтарының жағдайын көрер дедім да. Жылы жерде отырып бұлар ештеңеден біліп отырған жоқ. Мен таңғаламын. Еще автоматпен зорға кіргізді ғой. Не деген сұмдық білмеймін. Өздерін қорғайды. Кімнен қорғап жатыр бұлар? Енді жемқорлық жайлаған мемлекет осындай болады ғой. Жемқорлық жайлағанда ол жалғыз сот, прокуратура емес, ол барлық салада. Білім саласында да солай. Өңшең, топас, мұғалімдер жинауға болады. Білім беріп жатқан жоқ. Ал сондай білімсіз ұрпақпен қалай ертең мемлекетіміз көркейеді, мен түсінбеймін. Әйтпесе тарихымыз бай, қаншама алтын адамдар табылып жатыр. Жеріміз бай. Міне біздің ауылда жақында, енді жақын жылдары мысты өңдейтін не шығады? Мыс болғанда жаңа кенін қай жерде не қылатынын білмеймін. Жыл сайын 50 миллион тонна мыс кен үшін өндіреді екен. Жылына 50 миллион тонна. Бірақ енді оның енді қорқынышты жері цемент заводтың өзі ашып қойған Қытайдың. Көксу өзені менен Қаратал өзені тартылып бара жатыр. Мен бала кезімде Көксу өзені қазіргіден суы 5 есе көп болатын. Оларына бір табиғаттан емес, Қытайлар жерді қалай болса солай игеріп жатқан неғылдана. Жарылыс жасайды, жер сілкінеді, сөйтіп су қай жаққа қашып жатқан белгісіз. Енді біреулер айтады, Қытайлар өзіне тартып алған шығар деп ары қарата. Ол да болуы мүмкін, бірақ одан гөрі жаңағы қалай болса сол жабайы әдіспенен жерді мынау. Кеше ғана естідім, Қытайлар құртқан дейді негізі. Өскемен Зайсан жақта ана суда. Зайсан жақ түгел Қытай екен ғой.
міне бұл жақта айта алмай отыр. Сол ғой, сол мен Қайларға. көтеріп жүрген әңгіме ол жерімізді қорғамасақ, жерімізді не қылмасақ, мен алдыңғысын шығардым. Осы тауды жарып жаңағы материалдар тасып жатқанның арқасында шикізатты. Алтын емел қорығынан аю қашып келді біз жаққа. Қоян қашып келді, түлкі қашып келді, доңыз қашып келді. Енді оның аюдан басқасы өмір сүре алмайды. Өйткені оларға қалың қарда не қылмайды, ол бәрі қырылып қалған шығар. А жыландар Матай тауына қарай қашыпты. Жер сілкінісіне. Одан кейін сол жақта болдық басшы жақтың адамдары. Ана көбіне қорқақтайды. Былай оңашада өскенде айтады. Талай адамның да сүйектерін, мәйіттерін ағызып жатыр деп Қытайлар. Қапшағайға. Тоспасына. Ал бірақ енді анық білем, Қаратал менен Көксудың суы тартылып бара жатыр. Ол экологияны бұзып бара жатыр. Ертең Аралдың жағдайын Балқаш көлі тартып жатса, оған таңғалатын ештеңе жоқ болады. Міне, Нұрекеңнің ана тындырғаны сол, экологияны бұзды, халықтың арасындағы жағдайды құртты, тек қана анау. Сіздерді қалдап отыр. Қазір қалдайды. Сол. Жарайды онда.